Ертеде бір байдың сұлу да мейірімді қызы болыпты. Анасы ерте қайтыс болып, әкесі басқа елге үйленген екен. Барлық қиындықтар сол кезден басталған екен. Өгей шешенің 2 тойымсыз қызы болыпты. Әкесі үнемі жұмыста болыпты. Қиындықтың үстінен қиындық болып, әкесі де көп ұзамай қайтыс болыпты. Мұны естіген күлше қызға бұл үлкен ауыр соққы болды. Өгей шешенің нағыз бейнесі сол кезде ашылыпты. Күлше қыз үнемі күлге былғанып жүрген соң, оны барлығы күлше қыз деп атап кетіпті. Вау, не деген әшекейлер! Қандай керемет көйлектер! Енді бұлардың барлығы біздікі. Өмірден үміті үзілген күлше қыз бір күні бір жақсы жаңалықты естиді. Кімнің үйінде жас қыз бар, ертең хан сарайындағы кешке шақырылады. Сол жерде ханзада өзіне қалыңдық таңдайды. Қыздарым, енді ертеңгі кешке жақсылап дайындалыңдар. Мына әшекейлер мен жібек маталардан өздеріңе ұнағанын таңдаңдар. Ертеңгі кеште ең әдемісі мен боламын. Жоқ, мен әдемі болам. Шеше, ертеңгі кешке менің де барғым келеді. Уәзір айтты ғой, барлық жас қыздар деп. Демек, менің де баруыма болады ғой? Әрине, қызым, сен де менің қызымсың ғой. Барасың, жақсылап дайындал. Бірақ алдымен кірлерді жуып, үйді жинап шық. Көре алмаған өгей шешесі қызға мүмкіндік бермей, жұмысты үйіп төгіп тапсырады. Қызым-ау, сен дайын емессің бе? Жоқ, шеше, мен бара алмайтын болдым. Айласын асырған шешесі 2 қызын алып сауық кешіне кетеді. Амалы таусылған күлше қыз қатты ренжіп, анасын сағынып жылайды. Апа, қызым, жылама. Сен балға міндетті түрде барасың, міне көйлегің. Апа, көйлек қандай әдемі, мен қандай сұлу болып тұрмын. Қызым, сен кештегі ең сұлу қыз боласың. Есіктің алдында күйме тұр. Ұмытпа, 12-ден кешікпей үйге қайт. Болмаса бұның барлығы ғайып болады. Балам, кеш ұнап жатыр ма? Қалыңдығыңды таптың ба? Әке, мен тапқан сияқтымын. Сізді биге шақыруыма бола ма? Кеш сізге ұнап жатыр ма? Бұл қызгым өте таныс. Апа, мына бикегім. Бақыттан бас айналған күлше қыз сағат тілі 12-ге жақындағанын көреді. Менің кетуім керек, уақыт болып қалды. Тоқта, кетпе. Тым болмаса есіміңді айтшы. Белгісіз бикеш, мен бәрібір сені табамын. Кештегі қыздың кім екенін мен білетін сияқтымын. Ол күлше қыз. Не? Апа? Белгісіз арудың Өтінемін. күлше қыз екенін білген шешесі Мені шығарыңдаршы. күлше қызды бөлмесіне қамап қояды. Мен кешегі аруды іздеп жүрмін. Бұл туфли кімге сияды? Соған үйленемін. Мына туфлиді киіп көріңдер. Кімге сияды екен? Көрейік. Туфли тым кішкентай болған соң, 2 қыздың да аяғына сыймады. Үйлеріңізде басқа қыз жоқ па? Жоқ. Қамауда отқан күлше қызға анасы келіп есікті ашты.
тоқтаңыз. Мына туфлиді киіп көріңізші. Ақыры сені таптым. Ау, сұлу бикеш. Шешесі мен әпкелері Күлши қызға жасаған зұлымдықтарына қатты өкінді. Соңында Ханзада мен Күлши қыз үйленіп, бақытты ұзақ ғұмыр кешіпті. Балақай, саған ертегі ұнаса, арнаға жазыл және лайк бас.